Соңғы жылдары жастардың дінге қызығушылығы мен бет бұрысы өте жоғары деңгейде, және бұл үрдіс жылдам жүруде. Дін қоғамның қозғаушы күшіне айналып келеді деген сарапшыларды санасы қатпаған жастардың діни білімді қайдан және қалай алып жатқаны алаңдатады. Шетелге оқу деген кез келген жастың бір аңсары алып тұрады ғой. Енді оны тоқтату мәселесі ол әсте бол енді қиын болар. Кешегі уақытта расы керек біздің мүмкіндіктеріміз шектеулі болып қалды ғой. Сол кезде жастардың кейбіреуі сыртқа шетелге аса бастады. Біреуі Арабияға кетті, біреуі Пакистанға, біреуі Түркияға, біреуі Сирияға деген сияқты әркім әр жаққа қай жақтан әйтеуір жаңағы жылу таба алды, немесе жол таба алды, солға қарай кетті. Әрине оның барлығы бірдей адасып, яки болмаса түрлі топтардың жетегіне кетті деп айтудан аулақпыз. Өзгелге білім алам деп кеткен жастардың арасында деструктивті діни ағымдардың ықпалына түсіп, радикалды идеологияның қол шоқпарына айналғандары бар. Елдегі жағдайды саралайтын болсақ, фундаменталистік идеологияны насихаттап, қылмысқа барған жерлестеріміздің дені шетелдік заңсыз марказдарда оқығандар. Шет мемлекетте түрлі ағымдар, түрлі жамағаттар бар. Олар бірінші курсқа келген балдарды таңдап отырып, талдап отырып, өздерінің үйлеріне, өздерінің хужраларына, өздерінің бөлмелеріне, дәрісханаларына алып кетіп, сөйтіп сол жерде өздерінің идеологиясын оқытады. Материалдық жағынан да көмектесіп тұрған шығар. Сондықтан сіз өзіңіз жат жерде қиналып жүрген уақытта біреудің бұлай басыңыздан сипағанын ойлайсыз дағыны, сөйтіп ере кетесіз. Соңында солардың бір жаңағы өкілі немесе жанашыры болып елге қайтуыңызға мүмкін. Заңсыз марказдардың ұстанымы дәстүрлі исламдық ұстанымдарымызбен үйлеспейді, ханафиттік мазхабқа қарсы. Сыртқа кететіндердің дені құжаттарын бұрмалап, өздерін турист ретінде көрсетеді. Ал ол құжаттың күші тек 3 айға ғана жарамды. Көші-қон туралы заң талаптарын бұзған жерлестеріміз осылайша ерікті-еріксіз түрде түрлі ұйымдардың босағасын сағалайды. Ең үлкен қателік діни иммунитеті қалыптаспаған, діни фундаменті қалыптаспаған жастарымыз шетелге. Мектеп бітірді, 18 жаста немесе 20 жаста кетеді шетелге. Ол жерге барған екен, ол жерде қадағалау жоқ, бақылау жоқ. Бұлардың алған білімі не істейді? Адамдарды бөліп жатыр да. Адамдардың арасына іріткі салып жатыр. Адамдарды дінге шақыру емес, діннен қашырып жатыр да. Египетте де заңсыз марказдар бар. Біз оларға ықпал ете алмаймыз. Ондайлармен үкімет күреседі. Ал Аль-Азхар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымын қолдайды және екі жақты ынтымақтастықтың нәтижесінде қазақстандық студенттерге бөлінетін грант санын 25-тен 50-ге жеткізді. Муфтияттың жолдамасымен келген студенттерді қуана қабылдаймыз және олар біздің бақылауымызда болады. Елімізде діни білім алам дегендерге бар жағдай жасалған. Республикамызда Нұр Мүбәрак бірегей университеті бар. Сонымен қатар 9 медресе колледж, 7 қарилар орталығы, мешіттердің жанында діни сауат ашу курстарда жұмыс істеп тұр. Оқу бағдарламасын министрлік пен мүфтият бірігіп бекітеді. Дәрістердің 80% діни, қалған 20% базалық пәндер.